Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма теңдеуді шешіңіз. Бірінші берілгенін жазып алайық. Берілгені 3-тің x дәрежесі қосу, 3-тің x қосу 1 дәрежесі қосу, 3-тің x дәрежесі көбейту 3-тің квадраты тең 117-ге. Енді қарайтын болсақ, үшеуінде де 3x бар екен, 3-тің x дәрежесі бар екен. Демек, 3-тің x дәрежесін жақшаның сыртына шығаруға болады. Жақшаның сыртына 3-тің x дәрежесін шығарсақ, жақша ішінде 1 қосу 3 қосу 9 қалады. Ол тең 117-ге. 3x көбейту, жақшаның ішін орындайтын болсақ, 13 тең 117-ге. Енді 3x осы бетте қалады да, тең 13-ті келесі бетке өткізгенде бөлу болып өтеді. 117-ні бөлеміз 13-ке. Сонда 3x-іміз тең болады 9-ға. Ал 9 деген бізде 3-тің квадраты, яғни 3x тең 3-тің квадратына. Сонда x тең екен 2-ге. Мына теңдеудің жауабы x тең 2 екен. Келесі, екінші есеп. Бұл жерде енді логарифмдік теңдеу берілген. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бірінші берілгенін жазып алайық. Логарифм негізі 0,3 5x минус 2 тең 1-ге. Логарифм негізі 0,3 5x минус 2 тең логарифм. 1 дегенді біз логарифм негізі 0,3 деп жазып алсақ болады. Мынау бізде 1-ді береді себебі. Енді осы жерде қарасақ, логарифмнің негіздері бірдей. Демек, логарифмдерді тастап жазсақ болады. Сонда 5x минус 2 тең 0,3. Бізге қарапайым теңдеу шықты. Енді 5x тең 0,3 қосу 2. 5x тең 2,3-ге. X-ті табу үшін 2,3-ті бөлеміз 5-ке. Сонда x тең болады 0,146. Мына теңдеуіміздің жауабы x тең 0,146 екен. Келесі, үшінші тапсырма теңсіздікті шешіңіз. Бірінші берілген жазып алайық теңсіздіктің. 3 көбейтілген 2-нің x дәрежесі қосу 18 көбейту 2-нің минус x дәрежесі кішіне тең 29. 3 көбейту 2-нің x дәрежесі қосу 18. Мынау 2-нің минус x дәрежесі дегенді бөлшектің бөліміне түсірсек, ол 2-нің x дәрежесі болады. Сонда 18 бөлу 2-нің x дәрежесі кішіне тең 29. Енді мына теңсіздікті толығымен 2-нің x дәрежесіне көбейтеміз. Үшеуіне де мынаған да көбейтеміз. Сонда мынада 2-нің x бар ғой, сол үшін тағы да бір 2-нің x дәрежесін көбейтсек, 3 көбейту 2-нің 2x дәрежесі болады екен. Қосу, мынау 2x пен 2x мына жерде қысқарады. Мынау бөлімінде тұр ғой, мынау қазір көбейткенде алымында барады, сонда алымдағы бөлімде қысқарады да 18 ғана қалады. Кішіне тең 29 көбейту 2-нің x дәрежесі. Енді 29 көбейту 2-нің x дәрежесін теңсіздіктің мына бетіне өткіземіз. Ол минус болып өтеді. 3 көбейту 2-нің 2x дәрежесі азайту 29 көбейту 2-нің x дәрежесі қосу 18 кішіне тең 0. Енді біз 2-нің x дәрежесін t деп аламыз. Сонда 3t квадрат азайту 29-ті қосу 18 кішіне тең 0. Енді бізде квадрат теңсіздікке келді. Біз оны дискриминант арқылы шешеміз. Сонда дискриминант тең минус 29-ның квадраты азайту 4 көбейту 3 көбейту 18 тең. 29-ның квадраты бізде 841, азайту мына үшеуін көбейтетін болсақ 216. Енді 841-ден 216-ны азайтсақ 625 шығады екен. Ал 625 деген бізде 25-тің квадраты. Енді t1 мен t2-ні табамыз. Тең 29 қосу азайту 25 бөлімінде 2 көбейтілген 3. Сонда t1, яғни бірінші t1-іміз 9, ал t2, екінші t1-іміз 3-тен 2 шығады екен. Енді біздің есебіміз әлі аяқталған жоқ, себебі біз жаңа 2x-ті t-ға теңестіріп алған едік. Енді 2x тең t қанша шықты? 3-тен 2 және 9 шықты. Бірінші 3-тен 2-ні қояйық. 2x тең t-ға емес, енді 3-тен 2-ге деп алдық. Осыдан шығады x1-іміз тең болады логарифм 2 негізді 3-тен 2
тең логарифм 2 негізді 2, азайту логарифм 2 негізді 3. Мынау бөлу ғой, бөлшек деген. Біз осындай азайту түрінде жаза аламыз ғой. Негізін 2 қылып. Енді тең логарифм 2 негізді 2 деген бізге 1-ді береді. Сонда 1 азайту логарифм 2 негізді 3 қалады. Енді келесі 9 деген түбірді алайық. 2х тең 9-ға. Одан шығады, x2-міз тең болады логарифм 2 негізді 9 тең логарифм 2 негізді 3-тің квадраты тең квадрат деген логарифмнің алдына түседі. Сонда 2 логарифм 2 негізді 3 екен. Енді бізге бұл теңсіздік еді ғой. Енді осының жауабын жазу керек. Біз 1 минус логарифм 2 негізді 3 деген кішкентай екен. Сол үшін бірінші осыны жаздық. Тік жақша қойдық, себебі бізде теңсіздігімізде тең деген белгі тұр, сол үшін тік жақшамен жаздық. Сонда 1 минус логарифм 2 негізді 3-ті қоса алғанда 2 логарифм 2 негізді 3-ге дейін. Оны да қоса алғанда. Келесі 4-ші есеп. 4-ші есепте теңсіздікті шешіп, теңсіздіктің қанша бүтін шешімі бар екенін табуымыз керек. Берілген теңсіздік логарифм түрінде берілген. Енді логарифм 0,4 негізді 2х минус 5, үлкен логарифм 0,4 негізді х қосу 1. Енді біз бұл теңсіздікті шешу үшін 2х минус 5 үлкен 0-ден деп аламыз, және х плюс 1 үлкен 0-ден деп аламыз. Сосын 2х минус 5 кіші х қосу 1-ден. Осы теңсіздіктер жүйесін шешуіміз керек. Енді 2х үлкен 5-ден, х үлкен минус 1-ден, х кіші 6-дан. Енді келесі х үлкен 2,5-ден, х үлкен минус 1-ден, х кіші 6-дан. Енді осы үшеуін сызып алайық. Бірінші теңсіздіктің жауабы 2,5-ден үлкен деп тұр, сонда 2,5-ден плюс шексіздікке дейін кетеді. Ал екінші теңсіздіктің жауабы минус 1-ден үлкен, яғни минус 1-ден плюс шексіздікке қарай кетеді. Ал үшінші теңсіздіктің жауабы х кіші 6-дан, яғни 6-дан минус шексіздікке қарай кетеді. Енді осы үш теңсіздіктің біріккен жерін алуымыз керек біз. Қарап тұрсақ, үшеуінің біріккен жері бізде 2,5-ден 6-ға дейін екен. Осы аралық. Енді біз бүтін шешімдерін табуымыз керек. 2,5-ден 6-ға дейінгі бүтін шешімдерге 3, 4, 5 кіреді, 6 кірмейді. Себебі мына жерде тік жақша тұрған жоқ. Егер бізде тік жақша болғанда 6 да кіретін еді шешімге. Бірақ бізде сонда 3, 4, 5 болса 3 бүтін шешімі бар екен мына теңсіздігіміздің. Осымен 4-ші есеп аяқталды.